Құрметті ана, сәбиіңіздің құрсағыңызда дамып жатқанына жүктіліктің екінші кезеңінде, яғни ортаңғы 3 ай уақыт аралығына қош келдіңіз. Нәрестеңіздің миы өзінің қызметін атқара бастайды және ол беттің бұлшықеттерін қимылдатады. Бүйректері де осы кезеңде жұмыс істейді. Осы аптада УДЗ-ға түскен болсаңыз, сәбиіңіздің өз саусағын сорғандығын көруіңіз де мүмкін. Қан тамырларының белсенді түзілуіне байланысты нәрестенің терісі қызыл және өте жұқа болады. Сондықтан денені суықтан қорғап, теріні зақымдаудан сақтау үшін денесінде түктер пайда бола бастайды. Сәбиіңіздің басында алғашқы шаштары пайда болады, мидың массасы артады. Баланың сүйектері, бұлшықеті және барлық органдары нервтермен тоқылады. Қан тамырларының өрімдерін қалыптастыра отырып, артериялар мен веналар қарқынды өсуде. Барлық органдар өз артериялары бойынша қан ала бастайды. Баланың жүрегі минутына 150-160 соққы жылдамдықпен жұмыс істейді. Шамамен 23 литр қан сорады. Осы мезгілде ұрықтың мөлшері 14 сантиметрге, ал салмағы 70 граммға дейін жетеді. Сізде өткен аптамен салыстырғанда асқазанның біраз өскендігін атап өтуге болады. Жатырдың тығыз жоғарғы шетін кеуденің төменгі жағында сезінуге болады. Іште сізде қоңырсыздық пайда болады. Ол кіндіктен маңдайға дейін барады. Құрметті ана, осы аптада сіздің жағдайыңыз қалай болмақ? Сәбиіңіз белсенді дамып келе жатқандықтан тәбетіңіз арта түседі. Қазірде немесе бірнеше апта ішінде кеудеңіз өсе бастайды. Салмақтың қосылуына байланысты өзіңізді жайсыз сезінуіңіз мүмкін. Кейбір әйелдерге арқамен жату ыңғайсыз болып, қырымен жатуға көшеді. Өсіп келе жатқан жатырдың қан тамырларына көп қысым жасайды, миға қан ағымын азайтады және шаршау немесе бас айналу тудырады. Ауырсыну іштің бір жағында немесе екі жағында да сезіледі. Арқадағы ауырсыну, жамбас ауруы және аяқтың ыңғайсыздығы ұйқыны қиындатады. Іштің айналасында және аяқтың арасында жастықты пайдалану біраз жеңілдетуі мүмкін. Қуық жатырдың қысымынан зәр шығару жиілігін арттырады. Гормондардың өзгерісі ас қорыту жолының бұлшық еттерін босаңсытып, тағамды әдеттегіден ұзағырақ қалдырады. Сол себепті іш қатуға әкеледі. Жүктілік кезінде тіс арасындағы ісіктер тіс жабынының салдарынан пайда болуы мүмкін. Бұл ауызда тұрып өзгеріске ұшырайды. Егер таңертеңгі ауру тұрақты болса, ауыздағы қышқылдықтың артуы тістің бұзылуына әкелуі мүмкін. Гормондардың ауытқуы шырышты қабаттарда қан ағымының күшеюіне себеп болады. Бұл олардың ісінуі мен жұмсаруына әкеледі. Соның себебінен мұрынның бітелуіне, қатты шаршап ентігуге тура келеді. Сонымен қатар ас қорыту жолы босаңсыған кезде асқазанның қышқылдары өңешке шығарылады. Бұл асқазанның бұзылуына әкеп соғады. Гормондардың ауытқуы, стресс бас ауруына әкелуі мүмкін. Медитация немесе йога стрессті жеңілдетуге көмектеседі. Қосымша қан көлемі қан тамырларына қысым көрсетеді. Бұл аяқтағы тамырлардың ісінуін тудырады. Құрметті ана, сізге 14-ші аптада айтар кеңесіміз: табиғи сығылған шырындарды ішіп, жемістер мен көкөністерді жеген пайдалы. Газдалған сусындар, ішімдіктер және тез дайындалатын тағамдарды күнделікті мәзірден алып тастау қажет. Негізгі бумен пісірілген немесе пеште дайындалған тағамдарды пайдаланған дұрыс. Дәрігерлер сізге сол жағында ұйықтауды ұсынады. Ол іш қуысының барлық қан тамырларын қоректендіретін төменгі венадан қысымды жояды. Іш, жамбас және кеуде аймағында қышу пайда болуы мүмкін. Созылудың алдын алу туралы ұмытпаңыз. Таза ауада жиі серуендеуге, достарыңызбен және туыстарыңызбен қарым-қатынастан жағымды әсер алуға кеңес береміз. Сіздің күнделікті демалыс кестеңізге серуендеуді қосуыңыз бұл сізге және сіздің балаңызға пайдалы болады.